Біз мысалы қазір бір-бірімізді менсінбей жүргендей күйде боламыз кейбір мұсылмандар. Қаматтың күшімен тұрамыз. Одан кейін бір-бірімізді көп керек қыла бермейтін адамдар да сияқтымыз біз. Бәріміз емес, бірақ сондай жағдай бар. Ал енді қараңыздаршы, қиямет күні жағдай қалай болады? Иза халласаллахул муъминина минан нари ва амину. Аллах тағала муъминдерді тозақтан құтқарған күні, сөйтіп олар аман қалған күні дейді. Қараңыздар. Фама мужадалату ахадикум ли сахибихи фид дуния фил хаққи лаху якуну фид дуния ашадду мужадалатан минал муъминина ли раббихим фи ихванихим аллазина удхилу фин нари. Сендер осы дүниеде дейді, біреуінің бауырыңның хақысы үшін кейде айтысып соның хақысын алып бересің ғой дейді. Сондай жағдайлар бар дейді сендерде өмірде. Өзіңнің бауырыңның хақысы үшін осы дүниеде айтысып хақын алып бересің. Бұл түкке татымайды дейді қияметтегі айтысқа қарағанда дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Қияметте мүминдер дейді, Аллах тағала кеңшілік бергендіктен Раббысымен айтысады деген. Қараңыздар. Не үшін? Фи ихванихимул лазина удхилун нара. Отқа кіріп кеткен бауырлары үшін дейді. Қараңыздар. Сонда айтады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху айтып жатыр. Қола яқулуна раббана. Сонда айтады дейді. Раббымыз, ихвануна, бауырларымыз, кану юсоллуна маана. Олар бізбен бірге намаз оқитын. Ва кану ясумуна маана. Бізбен бірге ораза ұстайтын. Ва яхуджуна маана. Бізбен бірге қажылық жасайтын. Фа адхалтухумун нара. Сен оларды отқа кіргіздің, Раббым. Осы сөзді қайталай береді дейді. Қайталай береді Аллах тағала айтқанша. Фаяқулуллаху азза ва жалла. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. Изхабу ва ахриджу ман арафтум минхум минан нар. Бара қойыңдар, таныған адамдарыңды бәрін шығарып алыңдар тозақтан деп. Біз ол күні бір-бірімізге керекпіз. Ол керектік бүгін басталу керек. Біз бір-бірімізге керекпіз. Содан барып шығарып алып келеді екен. Ваятуна нара, отқа қарай келеді. Фаярифуна ихванахум, бауырларын тани қояды дейді. Бисуарихим, бет пішіннен. Бауырым деп алып шығады. Ла тахкулун нару суарухум. От олардың жүзін жемейді дейді. Ва минхум ман ахазатин нару иля ансофи сақих. На сирағына дейін жеп қойғаны бар екен дейді ішінде біреуін. Біреуін тобығына дейін жеп қойған. Иля каабайхи. Фа юхриджунахум. Жәннаттың алдындағы өзенге апарып тастап қайтадан өсіп шығып атады. Тозақ жеп қойған жерлер. Содан әлі келіп тұр дейді жаңағы мүминдер. Кетпей тұр дейді әлі. Раббымыз деп. Раббымыз. Аллах тағала біледі олардың жүректерін деген. Содан айтады екен. Изхабу. Бара қойыңдар. Фахриджу ман кана фи қалбихи. Қараңыздар. Кімнің жүрегінде уазну динар минал иман. Бір динардың көлемінде иман болса, соларды да шығарып алыңдаршы дейді. Барып шығарып әкеледі. Соларды шығарып алған деген қайтадан тұрады. Аллах тағала айтады. Изхабу ва ахриджу минан нари. Ман кана фи қалбихи нисфу динарин. Қараңыздар. Уазну нисфи динарин минал иман. Жарты динардай иманы болса алып шығыңдар дейді. Содан ана мүминдер, Алла үшін мұсылмандар бір-бірін жақсы көрген. Әлі кетпей тұр дейді ән жерден. Тақуа болсаң, осындай дәрежедегі, осындай нәрсе үшін тақуалыққа ұмтылу керек та. Қараңыздар қандай мәселе. Содан Аллах тағала айтады екен. Изкабу, бара қойыңдар. Ва ахриджу ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардал. Бір бидайдың салмағындай иман көрсеңдер шығарбаңдар дейді. Соларды да барып шығарып әкеледі. Абу Саид аль-Худри риуаят етіп жатыр бұл хадисті. Сода Абу Саид аль-Худри осы нәрсені айтып отырып, қараңыздар. Егер де сенбесеңдер бұл сөзіме, онда Алла тағаланың Құрандағы мына аятын оқыңдар дейді.
Инналлаха ла язлиму мисқала зарра. Ниса сүресінде Алла Тағала айтады. Аллах Тағала тозаң салмағындай да әділетсіздік жасамайды дейді сендерге. Егерде ла илаха иллалла сау болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Түбінде жаңағындай шығар болады екен. Сондай-ақ Аллах Тағала Ниса сүресінде тағамынан айтты дейді Абу Саид аль-Худри. Инналлаха ла яғфиру айюшрака бихи. Аллах Тағала ешқашан кешірмейді өзіне серік қосылуды. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Ал бұдан басқа нәрсенің бәрін кешіріп жібереді. Яғни түбінде тозақтан алып шығады деген мағына. Ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исман азима. Ал кімде-кім серік қосатын болса, онда ол Аллаға үлкен жала жапты дейді. Жауап береді дейді сол жаласы үшін. Қараңыздар қандай емес. Міне осы шафағат. Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыздың шафағаты. Бір-бірлеріне, мұсылмандардың бір-біріне жасайтын шафағат. Одан кейін ана жақтан Құран келеді қиналып тұрған кезінде. Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпап едім деп. Міне. Бұл Құранға түнде жабыссақ, бұл түнде сол үшін келеді екен. Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпағам деп келеді екен да. Түнде ұйқысынан оятып алатым мен. Ораза келеді. Раббым, мен күндізін тыюмен болатын ем бұның жаман нәрселерден. Маған да рұқсат етші деп. Біреудің дүниеде кішкентай күнінде шетінеп кеткен сәби жүгіріп келеді. Әке, ана, маған рұқсат етті Раббым сендерге шапағат етуге. Шапағатым қабыл болады деп. Адам ол күні бүкіл балам осылай кеткенде ғой деп армандайды. Ойламаңыз, Алла Тағала ешқашан бұл дүниеде сізге жаман нәрсе жазбайды. Егер мүмин болсаңыз, яхти қолбаху. Алла Тағала дұрыс түсінуге қарай жүрегін бұрат дейді әрбір нәрсені. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық қаламайды. Ешқашан сізге жақсылықтан басқа нәрсе қаламайды. Тек біз өзіміздің жанымыз дүниеміздегі жамандықтар себепті өзіміз тайып кете береміз. Көптеген жаман істерге мысалы. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.